Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта оба және обе деген сан есімдерге тоқталамыз. Қазақ тілінде екі друг, екі дос, екі мальчик, екі ұл, екі окно, екі терезе, екі подруга, екі құрбы, екі сестра, екі апай, екі кошка, екі мысық болады. Ал орыс тілінде оба және обе деген сан есімдерді қолданамыз. Оба сан есімін мужской род және средний родпен қолданамыз. Ал обе сан есімін женский родпен қолданамыз. Сонымен оба мужской және средний родпен қолдансақ, обе сан есімін женский родпен қолданамыз. Оба-обе сан есімінің мағынасы бұл екеуі де дегенді білдіреді. Оба-обе сан есімінен кейін родительный падежді қолданамыз. Мысалы, екі дос, екі друг, бұл оба друга. Друг мужской родқа жатады, сол себепті оба сан есімін қолданамыз. Ал родительный падежде друг сөзі друга болады. Келесі. Екі мальчик, екі ұл. Бұл мужской родқа жатады, сол себепті оба сан есімін қолданамыз. Оба мальчика. Мальчик сөзі родительный падежде мальчика болады. Келесі. Екі окно, екі терезе. Терезе бұл бізде окно, окно бұл средний род. Сол себепті де оба сан есімін қолданамыз, ал родительный падежде окно сөзі окна болады. Сонда оба окна. Келесі. Екі подруга, екі құрбы. Подруга женский род. Обе сан есімін қолданамыз, сонда обе подруги. Подруга сөзі родительный падежде подруги и жалғанады. Келесі, екі сестра, екі апай. Бұл женский родқа жатады, яғни обе сан есімін қолданамыз. Ал сестра сөзі родительный падежде сестры болады, сонда обе сестры. Және екі кошка, екі мысық, бұл женский родқа жатады. Обе сан есімін қолданамыз, сонда обе кошки. Кошка родительный падежде кошки болады. Сонда екі дос, оба друга, екі ұл, оба мальчика, екі терезе, оба окна, екі құрбы, обе подруги, екі апай, обе сестры, екі мысық, обе кошки. Сонымен оба сан есімін мужской род және средний родпен қолданамыз. Обе сан есімін женский родпен қолданамыз. Және оба-обе сан есімдерден кейін родительный падежді қолданамыз. Оба-обе деген сан есімдердің мағынасы бұл екеуі де дегенді білдіреді. Екеуі де қыз, екеуі де ұл, екеуі де ойнап отыр дегендей. Сонымен бүгінгі сабақта оба және обе сан есімдерін қай кезде қолдануымыз туралы қарастырдық. Келесі сабақта кездескенше.